Сәлем достар, сізбен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламын, және де видеомның аты бүгін мен осы токабокадан, яғни жұлдыз, яғни жұлдыздар деген видеоны түсіретін боламын. Яғни бұл идеяны кішкене Диля деген тиктокерден алған болатынмын, және де бұл бізде екінші сериясы болатын болады, және де міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Кстати, Сани, ау, байқа болады дегенде естідің бе? Я естідім. Университетте уже университеттің қабырғаларында афишаны тұр екен уже. Да, мен байқа болады дейді естігенмін, бірақ енді естімеппін балалардың тізімін жазып жатқанын. Сен қатысасың ба? Я қатысам. Сен ше қатысасың ба? Я қатысам ғой. Қандай өнер көрсетесің? Мен ба, вроде ән айтам. Сен ше? Мен де тоже ән айтам. Сол енді ертең атымды жазғызуға барам. Сен де атымды жаза салайын ба? Сонда басқадан басқа біреудің атын жазғызуға бола ма не? Я, әрине болады. Если что, сен әуреленбей-ақ қой. Тогда мен саған сендім. Аэлита? Ау? Алдыңғы общага туралы. Сол сұрайын деген проблемаларың шешілді ме? Жоқ, әлі мені кінәлап жүр ғой. Вроде я не виновата. Скорее всего так. Ол сені нені ұрлады деп кінәлап еді? Так. Просто интересно стало. Қымбат зат па екен деген ғой. Онысын білмеймін. Просто ол мені кінәлады. Анау-мынау деп, өтірік айтпа, сен ұрлаған. Анау-мынау деп, вот. Тогда все. Наверное, ол емес. Кстати, какую песню ты приготовила? Не знаю. А ты? Я тоже не знаю, наверное, какими айтам. Пока что я не уверена. Тамаңды байқаш, ертең байқауға қысамай жүрме. Ладно. Атымды жаздыртуды ұмытпаш, өйткені менде пара табеді. Онда мен сен атымды жаза салам. Енді оған бұл универге барып жүрмесің ғой. Так что не волнуйся, мен сен атымды жаза салам. Ой, рахмет. Да, тогда отлично. Атымды жаздырдым ба? Я алаңдам, атымды жаздырып қойдым. Онда спокойно. Кстати, не ғой, жюри болып кім келеді екен, қай уақытта болады екен, ол туралы еш нәрсе айтпады ма? Жоқ, не знаю, пока что айтпады. Онда, ладно. Давай сен тұр, мен шай барып жасай берейін. Хорошо. Мери, сен қосың ба? Тем более, сен оны әлі все-таки әлі дұрыс танымайсың ғой. Неме оған атын жаздырып қойғасын, өзің жаза бермейсің ба? Тем более екеуің қарсылассыңдар. Ой, Қумаш, ол менің соседкам ғой, тем более екеуміз бір үйде тұрамыз ғой, яғни общагада. Шіле онда емес шығар, яты бар шығар. Завтра 16:00. 16:00? Да, точно ма? Қате айтып жатқан жоқсың. Смысл қате? Просто университеттің қабырғасындағы афишеде вообще басқа уақыт жазылып тұр ғой. Вот, смотри. 14:00 деп тұр. Ойбай, мен шатасып кеттім. Извините, пожалуйста. Просто 14 деген 2 ғой, 00 деген. Сонымен короче шатасып кеттім солай. Миым шатасып кетті, блин, извини, пожалуйста.
Ничего, ондай бывает болып тұрады ғой. Чо, сен қандай ән таңдадың? Мен Diamonds айтатын болдым. Вау, күшті. Хороший выбор. Рахмет. Қатты қобалжып жеп тұрмын бар ғой. Ой, несіне қобалжисың? Қазір кіресің да, ән айтасың да, шығасың ғой, болды ғой. Нормально все, Алита, нормально. Еще мен бірінші шығам ғой. Ничего, нормально все, нормально. Болды, мен шығатын уақытым келді. Кеттім. Давайте все, удачи, Аэлита. Бұл кезде Аэлита Саняның өлеңін ұрлап айтты. Аэлита, ты что, дура? Это же моя песня. Сен мен әнімді ұрлап алдың ғой? Ойбу, менде просто... Мен саған айтуды ұмытып кетіппін. Бірақ бағана менде әнімен минусымен проблемалар болып қалды. Менде сенің өлеңің музыкасы бар еді ғой. Сонымен, сенің өлеңіңді тезірек қосып алдым. Мен енді ана жерге барғанда не айтам? Не знаю. Өз өлеңді айта берсе. Болады, қызы Соня. Блин. Иди ты, сәлеметсіздер ме? Бірші. Не дайындап келдің, Соня? Қаз, 1 минут. Адам деген костюмге дайындалып келмейді ме? Күтейік онда сізді. Қазір апай, өтініш 1 минут. Шығыңыз. Тез шығыңыз. Апай, қазір міне дайындап қойдым. 1 минут. Сенен кейін келгендерде қаншама? Тез шық. Шығыңыз, Саня. Әділет, алып кетші мына қызды. Енді қандай өлең айтып шығады екен? Қызы, сәл осы сәтте. Бұл жерде өлең айтып жатыр. Ты что делаешь, мені теріп? Енді мына жерде кімдікі дұрыс, сенікі дұрыс па? Мен саған айттым ғой, бірде ән бола береді деп. Неге өзің басқа әнді таңдап айттың? Неге өтірік алдап отырсың? Сен маған сол байқауда Diamonds'ты айтам дедің. Ал қазір неге? Сол жерге барған кезде мен өлеңімді айтып тұрсың, бетің былш етпей. Мен просто мен өзімнің минусымды таппай қалдым. Не болды сонша, біліп алып айтсай? Қайтса ба, атымды жазытқаныма рахмет айтпайсың ба? Походу, Гүлсімнің сағатын ұрлаған сен сияқтысың. Оны қақтан білесің? Сен сонда мені Гүлсімді танымайды деп ойлайсың ба? Үйті мына қолыңдағы сағатты былш етпей тағып жүрсің ғой. Достар, осымен видео аяқталды. Соны көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар. 3-ші бөлім шықсын ба, шықпасын ба, сонда да міндетті түрде комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.